Сәлем достар, біз бүгін жаңа жылдық мерекелік дастарханға арналған салат жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керегі салатный лист, оны қолмен осылай бөліп аламыз. Майда қызанақтарымызды екіге бөліп, майонез салып араластырып аламыз. Келесіде шұжықтарымызды 4-ке бөлеміз. Майда жұмыртқаларымызды алдын ала қайнатып, 2-ге бөліп салатын боламыз. Тұздалған қиярымызды көріп тұрғандарыңыздай осылай турап шығамыз. Келесіде ірімшікті осылай ұзыннан бөліп, 3 бұрышты қылып турап шығамыз. Барлығын турап алдық, енді майонез салып араластыратын боламыз. Кішкене тұз саламыз, дәміне қарата. Міне біздің жаңа жылдық дастарханға арналған салатымыз дайын болды. Рецепт ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.